Қайырлы күн, қалайсыздар біздердің құрметті көрермендеріміз. Бүгін 14:30-да бізді көруде ұмытып кетпеңіздер. Және бүгін өте қызыққа толы оқиғалар болады. Және де бізде бір айтатын көп жаңалықтар бар, оны қазір айтпаймыз. Және де бізді YouTube арнасынан 14:30-да бірінші канал Еуразиядан көре аласыздар. Және де бүгін біздердің Арина мен Тимурдың арақатынасы қалай жатыр, Ақтолқынның және басқалардың үміткерлері туралы білгіңіз келсе, бізді 14:30-да көруде ұмытып кетпеңіздер. Барлықтарыңызға сәттілік. Қайырлы күн достар, бүгінгі біздің эфирді көру үшін астындағы сілтемеге өтіңіздер. Ақтолқынның неге көңіл күйі жоқ? Көңіл күйім күшті. Бар ма? Иә. Андай мұңайып болып отқан сияқты алысты. Аяна жылап қалғанға бір түрлі болып отқанға ойланып. Неге жылап қалды Аяна? Білмеймін, сол өздерін сұрай сал. Жағдай болған. Сіздерде қалай, жақсы ма бәрі? Бізде бәрі жақсы, иә. Ойдағыдай. Сөйлестіңіздер ма? Сөйлестік. Бүгін еді кездесіп жатырмыз, барлығын шешіп аламыз. Ол жігіттен сұрап жатырмыз, ашылу деген не ол өзі? Қалай ашылайын деп па? Қалай ашылайын деп, ол бүгін кездесуде үйретемін деп көреміз. Бүгін мастер-класс бола ма? Мастер-класс өтемін деп бүгін. Ақтолқын, сіз үйлену тойыңыздың қандай стильде өткенін қалайсыз? Мен табиғат аясында өткен. Таудың етегінде болады ғой, жап-жасыл болып, прям жазда өткен қалай. Аз адаммен, көп емес. Аяна? Пожалуйста, маскамен түсіріңізші. Маскасы тұрып ужас. Неге маскамен түсіріп тұрсың? Дайындалып келіп тұр ма маскамен? Неге көңіл күйіңіз жоқ? Кім тиісті Аянаға? Өте қатты настроением ужасно отыр, білмеймін, түсіндіре алмаймын айтып. Ой, бұл. Көп күлген бір жылайды деген осы шығар. Қазір жылай деп жатырмын. Күле ма еще тағы да? Енді Өзіме сөз берген едім, любой ситуация, любой қиын нәрседе күліп қарсы аламын деп, бірақ не получается вообще. күле беріңіз, онда тұрған не бар? Ештеңе етпейді ол, күлген деген жақсы ғой. Күліп жүру керек қой. Жыламаңыз, күліп жүріңіз одан да. Е, күшті ерекше күлкіңізбен. Анамның қызым ау саған айтар, айтпайды босқа әкеңде, уақыт берін адам қолы. Осылайықта көп сөйлеп, қыздар тәртіпті бұзбаңдар. Әжеттің қолынан ұстап. Намыстанды бұзбаңдар. Назым тәте жобадан кетсін. Ғали ханым, қалайсыз? Шүкір, бәрі жақсы, көңіл күйім керемет. Көңіл күйіңіз бәрі дұрыс па? Иә, мощный. Жазылдыңыз ба? Жазылдым. Ғали ханым, сіз енді тағы да өзіңіз ақ көйлек киіп, үлкен той жасаймын деп ойлайсыз ба? Негізі сізде болған ба? Ақ көйлек кигенсіз ба? Мен ақ көйлекті киіп, бәрін план орындап тастаған адаммын. Ұзатуда болды менде, беташарда болды, ақ көйлекте кидім, сондықтан ризамын, Аллаға шүкір. Келесі кезек, енді келесі тағы да күйеуге шығып жатсам, ол маңызды емес. Ең бастысы екі құда жекжат дейді ғой. Өздерінің кәделерін жасап, танысу шай болса, болды. Ал егер енді үйленбеген жігітке тұрмысқа шығатын болсам, ақ көйлек киіп, міндетті түрде той болады десе, мен оған қарсы емеспін. Бірақ ұзатуға қарсымын, беташарға қарсымын. Сонда сіз екінші рет ұзатылу болмайды, дұрыс емес деп болмайды әрине. есептейсіз ба? Енді ең біріншіден мен ұзатылдым, екіншіден жасым 40-та дегенде ұят қой тіпті. Салт дәстүрді сыйлауымыз керек. Өте дұрыс, жарайсыз. Қалайсыз, Лесқан? Жақсы, өзің қалайсыз? Сізде бәрі дұрыс па? Сіз бұйырса тағы да ақ көйлек киюді жоспарлайсыз ба? Негізінде өмірде қыз баласы көлік киюді армандайды ғой. Енді мен айтам, ұятты болып жүр ақ көлік кисем. Сіз негізі кигенсіз, иә? Негізінде киген ақ көйлек, енді Алла қаласа тұрмысқа шығып жатсам, ақ көйлек свадебный көйлек емес, қазақи ақ көйлекпен бір көкірекшемен мойынға орамал тағып, ырым жасаса да сол жеткілікті деп ойлаймын. Негізінде ақ көйлекте өмірде қыз бір рет олар дұрыс болады. Негізінде әрбір қазаққа ақ көйлек кию нәсіп етсін. Әрбір қазақ болса бақытты болсын. Дегім келеді, қыздар бақытты болыңыздар, ақ көйлек киіңіздер өміріңізде.
өйткені әрбір қыз армандайды ғой, сол жаңағыдай күйеуге шыққанда ақ көйлек кимеймін, ол ақшаны айтайын демеңіздер, кейін уақыты келгенде өкінетін боларсыздар. Джулия, қалайсыз? Қош келдіңіз. Сәлеметсіздер ме, қалайсыздар? Отбасым деймін ғой, мен қосайық отбасыма бүгін келіп жатырмын. Енді шынымен біраз сағынып қалыппын. Бүгін енді эфирдемін, біраз кішкене отвыкла, но думаю, что все будет хорошо. Сіз тойыңыздың қандай стилде өткенін қалайсыз? Так, если честно, бұндай сұрақты ойланбаппын почему-то. Бірінші рет тапу керек деп. Мысалы, бізде енді той болып жатады ғой, әртүрлі стилде болып жатады. Сол кезде бір ойыңызға келмеді ма? Енді, если честно, я люблю минимализм. Ондай қатты бір роскошный, царский такой я не хочу. Минимализм и гостей тоже немного дегендей. Вот что-то такое наверняка. Сіз демек классикаға жақынсыз, да? Я бұл сондай деп. Классика, сдержанно, минимализмді өзім құптаймын. Вот как-то так. Сонымен, құрметті оқырмандар, құрметті жігіттер, Джулияға келіңіздер. Джулия бүгіннен бастап эфирде. Я эфирдемін, достар. Қалайсыз, Айбек? Жақсы, шүкір, өздеріңіз Не жайлы айтқыңыз келіп тұр? Ештеңе. Ештеңе айтқыңыз келіп тұрған жоқ па? Мысалға? Мысалы, сіз тойыңыздың қандай стилде өткенін қалайсыз? Андай невестамен өзім андай билепші артыма танцполдар. Флешмоб жасап па? Флешмоб жасап па? 4 жігіт тауып, анау бір 4 қыз тауып, бары билеп, в общем. Сондай стильный. Сондай бимен кіргіңіз келе ма? Бимен кіргім келе. Деп ше. Сондай бимен кірем. Қалай? Сосын? Сосын ары қарай көре жатармыз енді. Бірінші биді ойластырдым қазір пока. Потом қалғандарын ойластырамын. Қалған әлі ойлаған жоқ. Жоқ, әлі ойластырмадым, примерно. Көреміз. Қай мезгілде үйленген дұрыс деп ойлайсыз? Жаз айында деп екен, күшті. Жаз айында күшті ғой. Сонда сіздер әлі отырасыздар ма жазға дейін күтіп? Енді вообще айтып жатқаным ғой. Бүгін Индира, көңіл күйіңіз күшті ма? Иә, күшті. Күшті болып. Кім күшті қылып көңіл күйіңізді? Өз-өзіме негізі. Жаңа естіп қалдым, біз кішкене ұрысып қалдық деп айтты. Әлібет ма? Иә. Ұрысып қалады ғой. Ұрыспадыңыз ба? Оған просто бәрібір. Не бәрібір? Соны эфирде айтатын боламын. Мысалы, ка айтпайсыз ба? А так настроением күшті болды негізі. Сіз тойыңызды елестетіп көрдіңіз бе? Қандай стильде болады сіздің тойыңыз? Европейский стильде негізі. Бірақ қызатуымды кәдімгідей мен ерекше қылып жасағым келді да. Андай кәдімгідей қазақи бар ғой. Прям природада, юртаның ішінде дегендей. Кәдімгідей күшті елестесем де. Сол тойымда да күшті елестесем негізі. На берегу неба, андай роспись болады ғой. Мәссаған. Ұсынысты қай жақта жасағанын қалайсыз? Ұсынысты білмеймін. Сонымен? Я ұсынысты мен андай романтикалық, шынымен де романтиканы қалаймын негізі. Не обязательно там Париж, бірдеңе. Шынымен де бір күшті бір атмосферада, күшті бір жерде кәдімгідей жігітім іштен шығарып кәдімгі сөздерді шын жүректен сені сүйемін, өмірлік жан болу, сені бағалаймын. Қандай гүл алу керек? Пионы. Белый пионы. Өте қатты жақсы. Бірақ соны әперетін жігіт. Енді болады шығар құрсын. Естіп алыңыздар жігіттер, ал көріп отырсаңыздар. Кімнің көңілі, кімнің ойы бар. Қалайсыз, Ернар? Қайырлы күн, добрый день. Благополучного дня. Мәссаған. Ернар, енді сіз асабасыз, біраз тойды көргенсіз. Сол өз тойыңызды қалай елестетесіз? Қандай стильде болады, қалай болады? Айтқым келмей тұр негізі. Бірақ енді банально деп жасамаймын. Это однозначно андай соңғы событияларды көріп жатқан боласың, жастардың выходымен ше, очки киіп, примерно сондай стильде. Оны еще түрлендіру керек. Бірақ ойымда сондай идеялар бар. Көбісі жасаған, сөз салу жасағым келмейді. Сөз салу жасағыңыз келмейді. Басқаша жасағыңыз келмейді. Басқа жерде, может, басқаша реквизиттермен деген сияқты. Банальный қылғым келмейді. По-любому ерекше болды. Мәссаған. Білмеймін, сіз енді толығырақ айтпай тұрсыз ғой. Мысалы, Айбек айтып қойды, сіз сияқты қасыма 4 жігіт алып, андай билеп шығам деп. Сол ма сіздікі де? Мен 4 жігіт алмаймын. Өзім. Мен полный бандам. Қалайсыз, Ерасыл? Ерасыл,
Аяна кішкене көңілге түсіп қалыпты. Сіз өкпелеткен жоқсыз ба? Жоқ, мен өкпелеткен жоқпын, мен кешегі айтқаным үшін кешірім сұрағам. Подругалар өкпелетті деп ойлаймын. Что-то бүгін қарасам айырылмайтын үшеуі айырылып кетті да. Ана екеуі жүр, ана өзі жалғыз жүр. Не болып кетті? Не болып кетті? Бірақ менде жақсы бәрі. Сіздер бәрі жақсы, иә? Менде всегда жақсы. Сіз досыңызбен жақсысыз ба? Досыңызбен сіз жақсысыз ба деймін. Әдемі. Ерасыл, сіздің тойыңыз қалай өтеді? Менің тойым ба? Қандай стильде өтеді? Менің тойым деген ұлан-асыр. Дүркіреген 30 күн ойын, 40 күн тойым, бәйге жасап, қыз қуу, арқан тартыс. В общем, үйдің жалғыз баласы болғандықтан үйдегілер каталог жасайды. Ал енді ер жігіт жалпы осы сезонда мен байқағаным осы маусымда өте қатты өзгерген. Білмеймін, кілең мына 2000-дардың қасында отырып па, жасарып жүр да. Сол осы Ханзаданың тойы қандай деңгейде өтеді екен? Жалпы тойды үлкен қылып жасаған дұрыс па, қалай ойлайсыз? Үлкен қылып жасаймын, Алла қаласа. Жалғыз өзім ғана Ханзада емес, басқа Ханзадаларды да шақыртып. Одан Қосылайықтың Ханзадаларында бөлек басқа Ханзада достарым бар да. Солардың барын шақырып, кілең Ханзадалар отырып той өткіземін десеген. Ерекше қылып өткіземін. Ханшайымдар. Сол қандай ерекшелігі? Ерекшелігі не болады сол? Ерекшелігі, енді оны ерекшелікті қазір айтып қойсам, оның несі ерекшелік болады? Қызық болмай қала ма? Қызық болмай қалады. Онда интрига ретінде қалсын, бұйырса Алла. Сол қашан жасайтын ойыңыз? Көктем деп отырмын. Көктем деп отырсыз ба? Ниетім көктем. Қызыңыз бар ма? Жоқ қой сол. Көктемге дейін келіңіздер қыздар. Қатты дұға етіп жүрмін. Қалайсыз, Зарина? Жақсы. Көңіл күйіңіз бәрі күшті сияқты. Иә. Сендер авторды өзіңе көп алсаң, иә. Иә. Зарина, сіздің бұйырса тойыңыз қандай стильде өтеді? Халал стиль. Халал стиль өтеді. Білмеймін. Одан басқа, мысалы. Фантазия. Андай түстер қандай болады? Жалпы қай елдің, біз қазір сондай европалық стиль, қазақи нақыштағы деп айтамыз ғой, сондай. Білмеймін, енді мен барынша андай қазақи стильде өткен ұнайды. Қазақи және заманауи. Бірақ түстерінен енді білмейді екен қалай болатынын, ойластырмаппын ол нәрсені. Мүмкін жақындаған кезде енді қызығып қарайтын шығармын, қалай болып жатыр екен басқалардың тойы деген сияқты. Бірақ енді біреуге еліктегім келмейді, мен өзім ұнаған нәрсені жасағым келеді. Ал ұсыныс қалай болған қалайсыз? Маған ұсыныс жасама. На крыше деп